қуырып пісіріп отырмайтын, шаталанбайтын, өте дәмді кез келген тамақпен үйлесімін табатын қыстық салат дайындаймыз. Алдымен капустамызды турап, оның үстіне тұзды салып, жақсылап мыжғылаймыз. Оның үстіне қиярды турап саламыз. Тәтті болгар бұрыштарын да турап саламыз. Үстінен жуа, помидор және де морковьті теркіден өткізіп, чесногымызды ұсақтап турап, барлығын үстіне салып, оның үстіне белгіленген мөлшердегі қантымызды салып, және де қызып тұрған сұйық майды қосып, барлығын жақсылап араластырып, үстіне міндетті түрде аспиринді езіп салатын боламыз. Болып жатса ащы бұрыштарыңызды да турап салыңыздар, ал менде осындай банкадағы ащы бұрыш болды. Барлығын жақсылап араластырып, мыжғылап, үстін 2-3 сағатқа бастырып қоямыз. Сол кезде суы шығады, стерилденген банкамызға салып сақтай береміз. Ас болсын.